Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарың қалай? Так, бүгін өтетін сабағымыз ол жаңадан бір тарау. Ол молекулярлық физика және термодинамика деген сабақ. Соның ішінде молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары деген. Енді біз молекулалардың ішінде, заттың ішінде молекулалардан құралған білеміз заттардың. Соның ішіне кіріп енді заттың қасиеттерін осы молекулалардың қозғалысына қарай сипаттау керек болып отыр. Солай ма? Осының балалары енді негізін қалаған, молекула кинетикалық теорияның негізін қалаған адамдардың бірі орыстың ғалымы Ломоносов. Сол кісінің қалаған негізгі қағидалар деген 3 түрлі қағидасы бар. Бірінші соған тоқталып өтуімізге тура келеді. Сонда бүйтіп айтады міне. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары деген. Бұл МТТ дәл осындай сұрақ бар. Бірінші қағидасы оның барлық денелер ұсақ бөлшектерден, элементтер бөлшектерден тұрады деп. Немесе ол жаңа атом молекулалардан тұрады деген сөз. Сонда заттың дененің массасы, оның элементар бөлшектің массасын, оның жаңағы бөлшектің санымен көбейтеміз деген сөз. Бізде ол бір атом немесе бір молекуланың массасы болып келеді бұл жерде М0 дегенбіз, Екінші, осы ұсақ бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады дейді. Үздіксіз, сосын хаосты қозғалыста болады, бейберекет қозғалыста болады. Ол қозғалысы температураға тәуелді болғандықтан жылулық қозғалыс деп те атайды оны. Жылулық қозғалыс деп. Температура көбейген сайын қозғалысы көбейеді, жылдамдығы көбейеді, температурасы азайған сайын жылдамдығы азаяды. Бұнда жылдамдықтың температураға тәуелділік формуласы бар. Бұл жерінде жылдамдық тең 3К түбірасында бөлінген М0 деген. К деген Больцман тұрақтысы, 1,38 оның -23 дәрежесі жол бөлінген Кельвин. Т деген абсолюттік температура. М0 дегеніміз ол бір молекуланың массасы деген сөз. Осылай есептейді екен, Енді осы жерде үшінші несі, жаңағы қағидасы, оның үшінші қағидасы. Бүйтіп айтады, ұсақ бөлшектер әсерлеседі дейді. Әсерлеседі дегенде дегенсіз, олар алыс қашықтығы болса бірін-бір тартады, өте жақын қашықтықта болса бірін-бір тебеді деген сөз. Ол әсердің тегі, ол электромагниттік әсер деген сөз. Енді броундық қозғалыс деген бар балалар осы, Броун деген кісі қалай істеді дегенде алғашында өсімдіктің ұнтағын суға салып микроскоппен қарағанда, осы суға салған жаңағы өте ұсақ бөлшектер қозғалған, тез-тез жылдамдықпен қозғалған. Сонда ол нені білдіреді дегенде, ол қозғалғанда ол жаңағы өсімдіктің тозаңына жан біткен жоқ, ол просто оның жан-жағынан үнемі қозғалыста болатын сұйықтың, судың молекулалары келіп соғады, сол кезде ол қозғалады. Мысалы, футболдың добын жаңа спортсмендер жан-жақтан тепкенде тек қана топтың қозғалысын алып қарасаң, осы жаңағы тозаңның молекулаларының қозғалысы сол топтың қозғалысымен бірдей болады деген сөз. Енді осы сонда броундық қозғалыс, бұл жаңағы жылулық қозғалыстың айғағы деп аталады. Броундық қозғалыс нені дәлелдейді дегенде, сұйық немесе газдардың молекулалары үздіксіз хаостық қозғалыста болады дегеннің дәлелін көрсетеді броундық қозғалыс дегеніміз. Енді Штерн деген кісі, балалар Штерн деген кісі, молекулалардың орташа жылдамдығын анықтаған. Жаңағы бір формула көрсеттім ғой, сол формуламен анықтағанда, ол где-то 600-ден 700 метр секундте болған жылдамдық. Өте жоғары жылдамдық көріпсің ба? 600-ден 700 метр секунд деген. Бірақ оның траекториясының ұзындығы өте қысқа болады да. Бірақ жылдамдығы анандай, почти оқ жылдамдығына жақын деген сөз. Білесіңдер, оқтың жылдамдығы где-то 1 км секунд жылдамдықпен қозғалады деген сөз. Сонда оқтың жылдамдығында таяу деген сөз. Енді молекулалар туралы айтқаннан кейін енді оның массасы қанша болады, бір молекуланың өлшемі қанша болады деген нәрселер бізді қызықтырады, бізге керек болады ғой. Ол үшін бірінші былай істеген, зәйтүн майының бір тамшысын алған. Бір тамшы дегеннің көлемінде өлшеуге болады, примерно массасында өлшеуге болады ғой. Содан кейін былай істеген, бір зәйтүн майының бір тамшысының
жаңа көлемін есептеп алған. Сосын кейін сол майдың тамшысын жаңа су сияқты сұйықтың бетіне тамызған кезде ол жаңағы бетіне жайылып, мысалы сорпаның бетіндегі май ұқсап бір жазықтықты иеленеді, иә. Сонда былай есептелінеді негізі. Сол жаңағы майдың қабатының қалыңдығы ол жаңа бір молекуламен орналасқан тойысты молекуланың диаметріне тең болады. Но сонда мынау міне S ауданы қалыңдығы жаңағы бір молекуланың диаметрі, сонда көлем дегеніміз бірінші қайтеміз, көлем дегеніміз массаны тығыздыққа бөлген тең, иә. Жаңағы тамшының массасын өлшеп алуға болады. Ол зәйтүн майының мысалы тығыздығы бар, тығыздығына бөлсең оның көлемі шығады. Ал көлем дегеніміз мына S деген аудан биіктікке көбейткенге биіктігі жаңағы диаметрге тең болып тұр, иә. Осыдан диаметр табатын болсаң, ну, примерно жоқ шамамен 10-ның минус 10 дәрежесі метр шығады екен. 10-ның минус 10 дәрежесі еске сақтауға болады, иә. Ал енді соның ішінде молекуланың қанша молекула бар деген санын анықтауға болады дейді. Одан қалай істеуге болады? Бұлай істеуге болады, жаңағы көлемін біз табуымызға, есептеп алуға, өлшеп алуға болады тамшының көлемінде. Сосын кейін бір молекуланың, мысалы домалақ шарообразный молекула дегенде оны кубик деп есептеуге болады. Сонда оны куб дәрежеге шығарсаң, бір молекуланың көлемі шығады. Жалпы көлемді бір молекуланың көлеміне бөлетін болсақ, молекуланың саны шығады. Сонда бір тамшыда жоқ шамамен 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі молекула бар екен, иә. Ал енді М0 дегеніміз ол бір молекуланың массасы. Енді бір молекуланың массасын қалай табуға болады? Ол жаңағы тамшының несін жаңағы, иә, массасын сондағы молекуланың санына немесе жаңағы 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесіне бөлсең, сол где-то 5 көбейтілген 10-ның 27 дәрежесі килограмм. Сонда молекуланың массасы где-то 10-ның минус 27 дәрежесі килограмм шамасында болады екен, иә. Әртүрлі зат үшін әртүрлі болады, бірақ оның дәрежесі сол шамада болады дегенсіз, иә. Енді осыдан болып бұны есеп шығарғанда молекуланың массасын осындай санмен қолданатын болсақ, ол бізге әрине қиыншылық туғызады, өте кішкентай санды. Сондықтан салыстырмалы молекуланың массасы деген массалар. МР деген. Ол неме дегенде, заттың мысалы бір молекуласының массасын, көміртегінің бір молекуласының массасының 12-ден 1 бөлігіне қатынасы. То есть сол заттың бір молекуласының массасы көміртегінің бір молекуласының массасының 12-ден 1 бөлігінен нешесі артық екенін көрсететін осы шаманы жаңа молекулар салыстырмалы молекулалық масса деп атайды. Бұл бір шама, да. Екінші нью зат мөлшері деп атайды. Зат мөлшері дегеніміз берілген заттың массасын мольдық массасына қатынасы, немесе берілген заттың массасының ішіндегі молекула санын Авогадро санына бөлсе, ол зат мөлшері деп аталады, нью. Өлшем бірлігі моль деп алады. Сонда 1 моль дегеніміз неме деген ұғым шығады, иә. 12 грамм көміртегіде қанша атом болса, сонша молекуласы бар заттың мөлшерін 1 моль деп айтады. 1 моль. Сонда ол жаңағы Авогадро санына тең болады, иә, 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі молекуланы алып кеп 5-е қатсаса, сонда оның массасы, оның 1 мольдық массасы болады. Немесе жаңағы 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі молекуланың сыртынан біріктіп, мысалы бір атар қой десең, сол бір атар қойды бір атар қой емес, заттың 1 моль деп есептейді. Сонда кез келген заттың 1 моліндегі молекула саны тұрақты болады екен, солай ма? Енді жаңағы айтқанымыздай, балалар, ол Авогадро сан деп аталатын болды, иә. Заттың 1 моліндегі молекулалар саны тұрақты болады, ол 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең болады. Бұл Авогадро сан деп аталады. Өлшем бірлігі 1 бөлінген моль. Кішкентай N молекула шоғыры немесе концентрациясы деп аталады. Ол белгілі бір B деген көлемдегі молекуланың саны N болса, сол бірлік көлемге сай келетін молекуланың саны молекула шоғыр деп атайды. Өлшем бірлігі 1 бөлінген метр куб болады. Солай ма? 1 бөлінген метр куб болады, иә. Молекула шоғыр дегеніміз. Осы бізге тағы керек болады, да. Енді келесі бір айтатын молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деген бар, иә.
ол қысымға байланысты. Қысым тең 3-тен 1 n m0 b сызықша үстінде квадрат. Бұл жердегі v орташа квадраттық жылдамдық, k Больцман тұрақтысы, Т абсолюттік температура. То есть негізгі теңдеу дегеніміз осы тегкі теңдеу. Қысымның температураға тәуелді, жылдамдыққа тәуелділік теңдеу беріледі. Енді осыдан жаңағы нені тапсақ, иә балалар. Бірінші теңдеуді алып, осыны жаңағы нені орнына n жаңағы үлкен n-ді b-ға бөлсең, ол кішкентай n болған концентрациясы. Үлкен n-ді m0-мен бөлсең, ол жалпы массасы шығады. Жалпы массаны көлемге бөлсең, ол тығыздығы шығады. Сонда p тең 3-тен 1 ρ b квадрат деген бір теңдеу шығады. Екінші жағынан кинетикалық энергияны да осыған еметуге болады. Вот 3-тен 1 n m0 b квадрат, мына жерде 2-ге бөліп 2-ге көбейтсек, міне бір тұрған өрнек бір молекуланың кинетикалық энергиясы деңіз. Сонда 3-тен 2 e бір молекуланың орташа кинетикалық энергиясы. Оны n катымен теңестіреміз, екі жағын бірдей қысым болғандықтан. Сонда олар қысқарады. Сонда бір молекуланың кинетикалық энергиясы 2-ден 3 каты болады. То есть кинетикалық энергиясы оның температурасымен сипатталады. То есть температура, кинетикалық энергия дегеніміз екеуі бір нәрсе деген сөздерін. Иә? Жалпылама. Вот әзірше осы. Бұл сабағымыз бітті, балалар. Әзірше